Сәлем достар, бүгін біз бисквитный торт пісіреміз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сахар, ұн керек. Ең бірінші біз ыдысқа жұмыртқа мен сахарды саламыз. Екеуі ағарғанша араластырамыз. Біздің ыдысымыз құрғақ болу керек, судың тамшысы болмау керек. Жұмыртқа мен сахарды воздушный пена болғанша араластырамыз. Оны 10 минут тоқтатпай араластырамыз. Егер тоқтатқан жағдайда біздің бисквитіміз көтерілмей пісуі мүмкін. Және шикі болып пісуі мүмкін. Оны үзбей 10 минут араластырамыз. Басында осындай сары болады, одан кейін осындай болады. Және де осындай аппақ болып шығады. Қоюлығы осындай болып шығады. Енді біз ұнымызды жаймен салып бастаймыз. Миксерді қолданбаймыз. Біз венчикпен араластырамыз. Себебі миксермесесек, ол тортымыз көтерілмей, дұрыс шықпауы мүмкін. Енді біз ұнымызды жай жерден салып отырып, астынан үстіне қарата араластырамыз. Біздің массамыз осындай қою болып шығады, воздушный болып шығады. Осы уақытта біз 180 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Енді біз формаға салатын боламыз. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр. Осылай барлық жаңағы дайындаған массамыз барлығын қойып, бетін тегістейміз. Осылай бетін тегістеп, пешімізге саламыз. Және беті қызарғанша пешті ашпаймыз. Енді крем дайындаймыз. Крем 2 заттан тұрады, сармай мен сгущенкадан тұрады. Сармай мұздатылған болу керек. Ерімеген сармайды қолданған жақсы. Енді менің жасайтын кремім классический крем. Өзіме сол крем жасалынады. Енді сгущенканы салып араластырамыз. Егер крем еріп баратса, холодильникке салып қоюлатуға болады. Одан кейін тортқа жағып, тортымызды жинаймыз. Біз енді формадан босатамыз. Менің бисквитім осындай, биіктігі осындай болып шықты. Биіктігі 6 сантиметр. Енді біз тортымыздың ортасын кесеміз. Тортымыздың ортасын жартысынан кесіп, крем жағамыз. Және ортасы осындай жақсылап піскен болып шығады. Енді біз кремімізді жағамыз, тегістеп, барлық жеріне жапшығамыз. Егер тортыңыз тұйылмайтындай, қою болмайтындай болып шыққанын қаласаңыз, сүт қоссаңыз болады. Мен ортасына крем жағып, енді беттеріне, шетіне жапшығамын. Бетін осылай тегістейміз. Шеттеріне де жапшығамыз. Енді бетін әсемдейміз. Мен стружканы қолдандым. Осылай барлық жеріне сеуіп шығамыз. Осылай стружканы сеуіп шығамыз. Үйдегі клубника, шие, киви өздеріңіз қалауларыңызша бетін әсемдесеңіз болады.
Мен кивиме әсемдеп шықтым. Барлық жеріне сеуіп, кивиді кесіп, барлық жеріне қойып шықтым. Осылай менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сенімді рецепт. Дәмі күшті, тәтті болып шығады. Барлықтарыңыз істеп көріңіздер. Ас болсын.